Annyeonghaseyo, 여러분 сәлем достар, сіздермен мен Айсел және Кимши ТВ. Көптен бері бұндай форматтағы видео сабақтар болмаған еді. Енді жаңа жылдан бастап әртүрлі тақырыптағы пайдалы сабақтар, видеолар болады. Сол үшін бұл каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырыпта описанияны көріп тұрғандарыңыздай корей тілінде жаңа жылмен құттықтауды үйренетін боламыз. Сол себепті видеоның соңына дейін көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып қойыңыздар. Себебі сіздерден келген обратная связь, яғни кері байланыс мені алдағы уақытта басқа да пайдалы тақырыптағы видеолар, сабақтар түсіруге шабыттандырады. Және бүгін тек жаңа жылмен құттықтау ғана емес, жаңа айтып өткенімдей, оларға қалай жауап беру керек сол жайында да айтып түсіндіремін. Достар, негізі бұл видеода жаңа жыл тақырыбынан бөлек Рождество және Чусок мейрамдарында айтылатын тілектер де қосылу керек еді, бірақ видео 15 минуттан асып кеткендіктен ол тақырыпты, яғни Рождество және Чусок мейрамдарында айтылатын тілектерді келесі видеоға қалдырамын деп шештім. Сол себепті келесі видеоны да күтіңіздер, ол да пайдалы болады. Яғни, егер де сіздің кореялық досыңыз болса, немесе танысыңыз болса, немесе корей бастығыңыз болса, корей тілінде құттықтап жаңа жылмен, немесе жай ғана SMS түрінде жазып жіберсеңіз, өте қатты қуанып қалады деген сенімдемін. Сол корей тіліне қызығатын достарыңыз болса, жаңа жылмен корей тілінде құттықтау сөздерін жіберсеңіз, ол да ерекше құттықтау болады. Ал ендеше кеттік. Қысқаша барлық айтатын жаңа жылыңызбен, немесе яғни с Новым годом деген сияқты құттықтау сөзі корей тілінде 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Және тағы да ақырындап айтайық. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. Енді бұл жердегі 새해 дегеніміз жаңа жыл деген сөз. Оның ішіндегі 새해 деген сөздің ішіндегі сэ түбірін алып қарастырайық. Сэ дегеніміз жаңа деген сөз. Мысалы сэ чима, яғни жаңа юбка деген сөз. Немесе сэ чип, жаңа үй деген сияқты. Сэ дегеніміз жаңа дегенді білдіреді. Хэ дегеніміз күн деген сөз, яғни ертеде корейліктер жаңа жыл сайын жаңа күн шығады деп есептеп санап сэхэ деп айтып кеткен. Бок дегеніміз біз өзіміз молшылық, жаңа жылда не тілейміз, табыс болсын, удача, яғни жақсылық болсын деген сияқты. Бок дегеніміз, яғни орысша айтқанда удача, жақсылық, молшылық деген. Мани дегеніміз көп, яғни молшылық деген сияқтыны білдіреді. Яғни бұл сөз жаттаған кезде мен өзім ағылшынша money деген сөзді есіме түсіріп, ақша деген сияқты аударылады ғой, сол себепті солай жаттап алдым. Айтылу ұқсас болғандықтан money деп, бірақ ударение солай айтылады, money деп. Келесі 받으세요. Соңғы сөз, яғни бұл етістік ретінде негізгі етістік 받으세요 деген сөзінде 받다 деген сөзден шыққан, ал түбірі пад деп тұрады. Аудармасы принимать, получать, яғни алу деген сөз. Яғни осы корей тілінде жаңа жылмен, яғни 새해 복 많이 받으세요 деген сөздің аудармасын жалпылама, яғни дословно аударған кезде жаңа жыл көп молшылық, көп жақсылық, яғни сәттілік алып келсін деп аударылады. Бірақ 새해 복 많이 받으세요 ол жалпылама жаңа жылыңызбен деген сөз. Енді жаңа жылыңызбен дедік, енді ары қарай басқа да жақсы тілектерді айтсақ, мысалы бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін деген сияқты. Келесі 행복하세요. Бақытты болыңыз, яғни будьте счастливы. Келесі 건강하세요. Деніңіз сау болсын, яғни будьте здоровы. Қарап тұрсаңыздар, бұл мен сізге деніңіз сау болсын деп тілеймін, немесе жаңа жылда бақытты болыңыз деп қатты қиын сөздерді айтып жатқан жоқпын. Яғни сіздер енді үйреніп жатқандықтан сіздерге осылай айту, қысқартып айту оңай болу үшін. Келесі тон мани басайо. Осы басайо дегенде ударенияларын, соңғы жалғауларын созып айтсаңыздар әдемі естіледі, корейше естіледі. Тон мани басайо. Яғни табысты болыңыз, зарабатывайте много деген сияқты. Чөкке ирагу мани басайо.
яғни аудармасы күлкілі естіледі. Аз істеп көп табыңыз, яғни мало работайте, больше зарабатывайте деген сияқты етіп күлкілі естіледі. Бірақ а кто не хочет деген сияқты, да, мысалы кім олай жұмыс істегісі келмейді деген сияқты. Әрине ол үлкен кісіге емес, өзіңіздің достарыңызға деген сияқты, таныстарыңыздың арасында осылай құттықтауға болады. Келесі, пожа десеё, яғни бай болыңыз, будьте богаты деп аударылады. Келесі, 행복과 사랑이 가득한 2022년 되세요. 행복과 사랑이 가득한 2022년 되세요. яғни 2022 жыл бақыт пен махаббат алып келсін деген сияқты етіп аударылады. Ал орысша аударғанда желаю, чтобы 2022 год был полон любви и счастья. Енді немесе сіз емес, басқа достарыңызға, таныстарыңызға, керісінше достарыңыз сізге осы корей тілінде жаңа жылмен, осы мейрамдардың бірімен құттықтаса, қалай жауап береміз? Не деп айтамыз, жай ғана камсамнида дейміз ба? Олай не очень болып қалатын сияқты, яғни онша емес болып қалады, жай ғана былай мән бермеген сияқты етіп білініп қалатын сияқты. Оның орнына әдемі құттықтау сөздер бар, яғни жауап ретінде айтуға болатын сөздер бар, енді соны қарастырайық. 감사합니다. 여러분도 새해 복 많이 받으세요. Спасибо, и вас тоже с Новым годом деген сияқты етіп аударылады, яғни рахмет, сіздің де жаңа жылыңыз құтты болсын деп аударылады. Келесі, жай ғана қысқаша құттықтау сөзі кумайо, 여러분도요, яғни былай етіп аударылады, бірге болсын деп айтамыз ғой біз сияқты. Рахмет, бірге болсын деп айтатын сияқты етіп аударуға болады. Спасибо, и вас тоже деп аударылады. 감사합니다, айжандо немесе оның орнына басқа Корея азаматы болса, сол кісінің атын айтып, яғни Минсудо немесе Юджиндо ары қарай 올해 좋은 일만 가득 가를 바래요. Яғни бұл сөйлем аударылады. Рахмет, Айжан, сізге де дәл солай, яғни осы жаңа жылды барлық жақсылықты тілеймін деп аударылады. Анда орысша аударғанда спасибо, Айжан, и тебе также. Желаю в этом году всего наилучшего, всего самого наилучшего деп етіп аударылуға болады. Жоғарыда айтқандарының барлығы сізден үлкен кісіге де айтуға болатын сөздердің бірі еді. Қазір жай ғана таныстарымыздың, достарымыздың арасында яғни неформальный общение болған кезде, яғни сен деп айтуға болатын, достарымызға айтуға болатын жауап түрін айтатын боламыз, яғни кумайо ноде Merry Christmas. Кумао нодо Merry Christmas. Спасибо, и тебя Рождеством деген сияқты. Рахмет, сенің де Рождество мейрамымен. Яғни татытагу 좋은 말씀 감사합니다. Яғни татытагу 좋은 말씀 감사합니다. Аудармасы жылы және жақсы осы сөздеріңізге рахмет деп аударылады. Яғни спасибо за теплые и хорошие слова. Достар, енді міне жаңа жылға қатысты сөздерді толық айтып көрейік. 새해 복 많이 받으세요. 행복하세요. 건강하세요. 돈 많이 버세요. 좋게 일하고 많이 버세요. 부자 되세요. 행복과 사랑이 가득한 2022년 되세요. Енді егер де бізді кімде-кім корей тілімен құттықтаса, біз ол кісіге қалай корей тілінде құттықтау сөздерімен жауап береміз. Сол жайында қарастырып айтып өтейін. 감사합니다. 여러분도 새해 복 많이 받으세요. 고마워요. 여러분도요. 고맙습니다. 아이잔도 일에 좋은 일만 가득하길 바라요. 고마워. 너도 메리 크리스마스. 따뜻하고 좋은 말씀 감사합니다. Кейін 2022 жылдан бастап немесе дәл қазір өзіңіздің достарыңызға, корей достарыңызға, таныстарыңызға осылайша корей тілінде құттықтап, SMS түрінде жазсаңызда ерекше құттықтасаңыздар болады. Кіріп келе жатқан 2022 жыл барлықтарыңызға үлкен жақсылық әкелсін, табыс алып келсін, естен кетпес жақсы сәттермен есте қалатындай жыл болсын. Сіздермен болған Әсел Они. Аньон!